Бүгін біз Мәрзия апайдың үйіндеміз. Кешенің алдыңғы күні апамыз 100 жасқа толды. Апамыз социалистік еңбек ері, 30 жасында алған. Қаншама жылдан бері еңбек етіп, бала шағасының қазір қызығын көріп, осы жасында 3 сағат моншаға түсіп, намазын оқып отырған біздің таңдағы нағыз үлгі боларлық қартана. Апау, қалыңыз қалай, жақсы ма? Атпай. Аман болыңыз. Апа, осы сіздің енеңіз 103-ке келіп дүние салды дейді ғой. Кім? Енеңіз. 101-ге келді. 101-ге келді ма? Сізге батасын беріп, менің жасыма жет деген екен ғой, Оны мен ерен қылмаппын ғой. Осы жасқа дейін ойладым. Алла тағала алмайын деп қалған екен. Бірақ асып бара жатыр ол. Аман болыңыз. Енесінің батасын алған осындай келін. Апа, енеңіз көп жұмыс, үйдегі тірлікті тындырып, сіз сырттағы тірлікті тындырдыңыз, Әй, балам, қызым, балам деп жатырмын. Мен Жаңғыз батаның әйелі болдым. Содан 18-імде жұмысқа кірдім де, ізбәне болдым қосымшаға. Үйдің не екенін, Құдайдың берген балалардың не екенін білген емеспін. Әйтеуір емізем. Тастап кетесіз? Иә. Сол кісі бағады. Кірімді жуатын соны оқытым десе, мені алдағылар еркек дейді. Әйел болып ауқат істегем жоқ. Әйел болып үйдің жүгір істегем жоқ. Бірақ мына Айгүратқа жақсы едім. Сонда қошынамыз айтамын. Сенің куәмидар, елдің куәмидарынан бұрын істеді, от жағасы ма осыда деймін. Қандай тамаша бар. От жағам деймін. Соның барлығы отбасылық бірліктің арқасы. Иә? Шаршымақпын осында. Қазір еңбек етуге ерінетін әйелдер көбейді, апа. Соларға не дейсіз? Жалқау болыңдар келіндер. Пысық болыңдар. Түнді түн демей, күнді күн демей баламның бет аузында көрмей жүрдік. Не екенін білмеймін. Түнде келем, түнде кетем. Соғысам, менің осы ақ батамды алып, сендер де сондай болыңдар. Көктем келе жатыр, 8 наурыз келе жатыр. Ападан бата болсын. Осы да айтқан тілеуімді Алла тағала қабыл қылып, Қазақстанның қыз-қырқынына, бала шағаларына осы батам Алла қабыл қылсын. Аумин, Аллаху акбар, аумин. Айтқаныңыз келсін, апа. Ой, жаным. Бір адам айтпаймын. Бата берген түсінде мәмбет атам. Олыңды жайым ешкім берейін. Мен жайған емес. Өкіметтің есігін ашып, маған бер нәрсе бер деген емеспін. Бәрі өз еңбегіңізбен. Дұрыс айтасыз. Ойдағы қырдағы апамның құдағиларына сәлем жолдаңыз. Сөйтіп жаз. Сәлем жолдаңыз. Мен айта берейін бе? Сіз айта беріңіз. Өлем десе, тұрамыз ба? Құдалардың кеуілін бұрамыз ба? Құдалардың кеуілін бұрып тастап, сар елденді жиямыз ба? Құдаларынан жүрген қандай жақсы? Айналайын құдағилар, бала шағалар бәрі аман болсын. Қазақстан бойынша берген батам осы дейді. Иә, құдағи жекжат жүрады, ойдағы қырдағы барлықтарыңызға ападан жалынды сәлем. Иә, сіз аяғын жөндеп қойсаңыз. Мақұл, апа.